Жаңғақ жеу жүрек пен ми үшін ең қажет тағам. Жаңғақ табиғи қуат көзі. Оның құрамында ми мен жүрекке ерекше қажет май қышқылдары, дәрумендер мен минералдар бар. Ғалымдар күнделікті аз мөлшерде жаңғақ жеу өмірді ұзартып, көптеген дерттің алдын алады дейді. Ми үшін пайдасы. Жаңғақ омега-3 май қышқылына бай. Ол зат ми жасушаларының жұмысын жақсартып, есте сақтауды күшейтеді. Студенттерге, зейнеткерлерге, ой еңбегімен айналысатындарға таптырмас тағам. Ми қан айналымын жақсартып, инсульттің алдын алуға көмектеседі. Жүрекке пайдасы. Жаңғақтағы қанықпаған май қышқылдары жүрекке пайдалы жақсы холестериндерді көбейтеді. Қан қысымын төмендетіп, қан тамырларын сергітеді. Жүрек бұлшық етін күшейтіп, инфаркт қаупін азайтады. Тамырларға әсері. Жаңғақ құрамындағы магний мен калий қан айналымын реттейді. Қанның қоюлануына жол бермей, тромб түзілуінің алдын алады. Иммунитетті күшейтеді. Жаңғақта Е дәрумені мен мырыш көп. Ол ағзаны ерте қартаюдан сақтап, иммундық жүйені нығайтады. Суық тию мен жұқпалы ауруларға қарсы төзімділікті арттырады. Артық салмақтан сақтайды. Калориясы жоғары болса да, жаңғақ аштық сезімін азайтады. Тәттінің орнына жаңғақ жесе, артық қанттан қорғайды, зат алмасуды жақсартады. Көз бен теріге пайдасы. Жаңғақтағы антиоксиданттар көруді жақсартып, көздің шаршауын азайтады. Теріні нәрлендіріп, тырнақ пен шашты қатайтады. Назар аударар жайт. Жаңғақты өте көп жеу артық калория әкеледі. Күніне 4-5 дана жеткілікті. Аллергиясы бар адамдарға абай болу керек. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызда пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.